Ағайындар, мына мешіт жөнінде әңгіме болып жатыр. Бұл мешіт дегенде біздің қазақтар әуелде ұстаған, дінді ұстағанда бұлар мешіт салмаған, медресе салған. Медресе деген мектеп. Бұл халық деген оқысын, сауаттанысын, ғылыммен айналыссын деп жасалған зат ол әуелде. Ал тек екі көзін жауып алып тек аспан қарап алақан жайып отырсын деп жасаған зат емес. Соны шатастырмаңдар, сендер бәрінде қосып алып біздің атамыз бүйткен сөйткен дейсіңдер. Ана Сүлеймен молда бөкен, ана Жәумедин, оның бәрі бұйырды балдардың көзін ашып, оқысын, сауаттанысын, жан жаққа шықсын, ғылым үйренсін деп оқытқан, әріп үйреткен оларға. Ал сендердің істеп жүргендерің, әрібің бар, оқуың бар қазақша, енді арабшаға болсындар, сен сол арабша оқи алмайсыңдар өздерің. Арабша оқи алмай тұрып алып, біз деген бәлемізді исламбыз деп шыға келесіңдер. Исламның, сен мысалға өзіңнің дініге берік бол дейді қазақ. Ол сен ислам арабтың дін ұстап алып шалқайып жат деген сөз емес. Дініге берік деген өзіңнің адамшылық қасиетіңе берік бол деген сөз. Өзің бұрын қазақсың ба, қалай жүрді, ата бабаң солай жүруге тиіс адам. Ал сендер мынау дейтін, шындығында өткенде ана жігіттің айтқаны дұрыс бол деген, енді осы араб тілі арқылы бұл жаулау елдің дүниежүзін. Орыстар әуелде бізге қандай қылды? Қазақ мектептің бәрін арт жағынан жаба бастады. Орыстандырды түгел. Сібір халықтарын түгел орыстандырып жіберді. Қазақты орыстандыра алмай қалды. Бірақ жарпылап орыстандырды қазақты да. Енді біз тәуелсіздік алдық, біз мұсылман елміз деген уақытта мына Сауд Арабиясы ұқсаған елдер, бұлар деген ваххабизмді өзінің конституциясына кіргізген елдер алдақашан. Ертеде қабылдап кеткен елдер 100 жылдай болып қалды бұларға да. Ал осылар келді де бізге үйіп тастады. Құран кітапты қазақшаға аудартты. Олар өздерінің Құраны. Ал Құран аударылмайды, Құран бітіме деген сөз, ол араб экспансиясының жаңағыдай бүткіл елді жаулау үшін жасалған заты. Ал Құран деген аударылған, өте ерте заманда да аударылған. Тіпті тұна 1000-ші жылдарда аударылған керек болса. Ең бірінші түркі жұртынан Атай дейтін кісі аударған Құранды. Оның бер жағында келіп Рабғузи дейтін кісі аударған. Сөйтіп келеді біз ежелгі түркі тілінде Атай едікі. Сонда біздің ата-бабаларымыздың оқығаны ол арабша емес, көбінікі ежелгі түркі тілінде, сосын парсы тілінде. Сол естеріңде болсын, сендер тек араб сапты басшылығы үйрен, арабтар басшылығын арақтарын қандай болатқанын көріп отырсыңдар ғой, түгел қырқып бірін-бірі қиып жеп жатыр. Бұл осындай жасайын деп біздің елге істеліп отқан үлкен тонкий саясат, оны біліп отқан жоқсыңдар. Сендер тек ойбай мешіт болса қызық боламыз деп отырсыңдар, бірақ бұның ар жағында үлкен саясат жатыр. Ол үшін үлкен көп білім керек, оқу керек. Ананың бағыты қалай, мынаның бағыты қалай. Біз Әбу Ханифамыз деп шулайсыңдар, Әбу Ханифаның істеген қандай болған? Әбу Ханифада мынаны адамшылық жолға былай қылуымыз керек дегені үшін қудаланып өмір бойы қуғында жүрген адам. Сол қашып барған елінде жаңағы өзінің қағидасын жазып қалдырады. Оның патшасы жақпай қалса қашып екінші елге кетеді, әйтпесе дарға сатты оларды. Бәрі де солай, ана адамдардың. Сондықтан сақ болған жақсы. Ол Әбу Ханифа да оның жолын қуған Матуриди де өмір бойы олар деген қашқындық өмір сүрген адамдар. Мысалға біздің Әл-Фарабиді мақтайсыңдар, мысалға мақтайды 42 тіл біледі екен деп. Ал бұл сол 42 елге ол басын сауғалап қашып барып соны үйренген тілін. Себебі оның ғылыммен айналысқан діни өкілдері жаңағыда құптамаған. Сен аспан қарап Құдай деп отыруың керек, сен мына ғылыммен айналысып жатсың, мынау деген не зат? Сен адамның ойына келмеген зат жасап olsun деп Әл-Фарабидің өзін қуғындап, сол анел мынел түгіл Европаға дейін қашқан ол кісі. Сөйтіп қашқан жерінде білімді адам ар жағында соның тілін үйренген. Сол елдің барған жерінің тілін үйреніп, сол тілде жазған ғылымдарының көбін, ғалымдағы еңбектерін, ғылыми. Ол соны ойланыңдар, мына тек ойбай, тек қызық боламыз екен, аспаннан төге салады екен демен. Ештеңе де төге салмайды аспаннан. Тек қана өзіңнің адамшылық қасиетіңді сақтасаң ғана саған дұрыс тұрасың. Сонда ғана Құдайдың көзі саған нетеді, сен түзу жолда жүрсің. Ал анандай шақал қойып алып, намаз оқып жатырмын деп, мына жақтан қырқысып жүрген адам дейтін, ол имандылық жолдағы адамдар емес.
жалпы соны ұмытпаңдар, естеріңде болсын. Ал оның бәрін жаңағы мені өтіріктейтін болсаңдар, оқың Абу Ханифа туралы, Матуриди туралы, ислам туралы әртүрлі, ваххабизм туралы, салафизм туралы, Қизу Тахири дейтіндердің бәрін сол туралы оқың бірінші кітаптан, газеттен, кітаптан, бәрінен. Содан кейін барып кірің жаңағы кіретін ұйымдарыңа. Ал сол ұйымдарыңнан абай болың. Ең бірінші қазақ халқы өзінің ата-анасы мен туған тумаласын сыйлайтын болған. Ал қазір сендерге оны сыйлатып отқан жоқ сияқты, бағыттары нашар қазір. Ой, бұлардығы намаз оқымайды, күнәкар болып отыр, ана бірдеме айтып отыр дейді. Ол жақсы емес. Бұл сені қазақилық қасиетіңді, адамшылық қасиетіңді жою үшін жасалып отқан сөздер айтылып отқан. Бұл араб елінің сөзі. Мына оңтүстік облыстар деген бұрын арабтың қол астында болған. 50-60 жыл арабтар басып алған ояқты, қылышпенен бағындырған. Мына Алматы, Жамбыл, Шымкент жақты. Содан кейін оны мына кіші жүздің қазақтары қуып тастаған кейін қарай арабтарды. Оның мәні көп. Сондай жайлар бар. Сондықтан сол бетке ең бірінші Сауд Арабиясы сол оңтүстікке төгіп тастады. Мына кітапты да бәрінде діннің өкілдерінде сояққа тығып тастады апарып. Содан барды да сояқтан беріп бізге қарай тарап жатыр келіп. Сондықтан абай болыңдар, бұл деген үлкен саясат. Тек әлгі Құдай жолындағы адам емес, соның бәрі намаз оқып жүрген, сақал қойып жүрген. Мысалға, Абу Ханифаның өзінің несінде де бар. Сақалменен адам жерленбейді дейді. Соның өзінде үлкен мән бар. Сақалда тұрған ештеңе жоқ дейді. Сосын мына жамағатпен намаз оқимыз дейсіңдер. Намаз оқығанда шулап бәрі жерден жүз адам шуламайды, бір адам ғана оқиды, қалғаны сол тыңдап отырады дейді. Абу Ханифа соны дәлелдеген адам. Ал сендер жамағатпен оқиын деп шулап көп бала, соның бәрі жақсылық емес. Ал сол ойланыңдар, оқыңдар, білімдеріңді көтеріңдер. Ал бұлай Құдай жолында жүрсең, адамшылықпен жүрсеңдер, оған ешкімнің қарсылығы жоқ сендерге. Сол айтатын мағайын.